Сәлеметсіздер ме шахмат жанкүйерлері? Көріп отырғаныңыздай, тақтаға жаңа екі тас қосылды. Бұлар қамал. Қамал тек қана тік жолдардан немесе жатық жолдардан тура жүретін тас. А бұрыш тошасындағы қамал екі бағытта, яғни А тік жолындағы бүкіл тошаларына және бірінші жатық жолындағы бүкіл тошаларына жүре алады. Қиғаш жолдан жүре алмайды. Бұл мысалы тошаларға жүре алмайды. H2-дегі тақтаның шетінде тұрған екінші қамалымыз үш бағытта жүре алады. Жатық жолдағы, екінші жатық жолдағы бүкіл тошаларына жүре алады және тік жолындағы бүкіл тошаларына жүре алады. Қамал тасы бір тік жол мен бір жатық жолының қиылысында тұрады. Сондықтан жүре алатын тоша саны әрдайым 14 болады. Жетеуі тік жолда, мінекей 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Жетеуі жатық жолда. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Тігілген тастар жағдайына, яғни тікпемізге басынан бастап қарайық. Шахматта хан ең маңызды тас болып табылғандықтан, тақтаға қарағанда алғашқы назарымызды қарсыластың ханына аударамыз. Мінекей мына тікпеде жүріс кезегі ақтардікі, сондықтан қара ханға назар аударамыз. Қара хан тақтаның шетінде және ол С8 және С7 тошаларына жүре алмайды. Өйткені хандар бір-бірінің қасында тұра алмайды. Мұны біз алғашқы сабақтан білеміз. Мысалы, хандар бір-бірінің қасында тұрғанын елестетіп көрейік. Шахматта біріншіден хандарды жемейді, өйткені ойын мағынасыз қалады. Міне мына жағдайда олар бір-біріне соққы жасап тұр, бірақ жей алмай тұр. Бұл мәңгі соққыға айналып кеткен жағдай. Бірақ қауіпсіз, яғни нәтижесіз бір жағдай. Яғни не деуге болады? Ойын нәтижесіз аяқталады. Яғни бүкіл ойындар да тең аяқталады деуге болады. Сондықтан сабағымызды жалғастырайық. Алғашқы жүрісімізді істейік. H2-дегі қамалымызды шахмат тақтасының орталығына алайық. Check. Қазір қамал D2 тошасында, тақтаның орталығында 4 бағытта жүре алады. Мінекей жатық жолда 2 бағытта және тік жолында да 2 бағытта. Оның жолында көргеніңіздей қара хан тұр. Яғни қазір ақ қамал қара ханға соққы жасап тұр. Ханға жасалған кез келген соққыға біз шах дейміз, шах ету. Мінекей, қазір қамал қара ханды шах етіп тұр. Немесе шахтап тұр. Хан бұл соққыдан қашу жолын іздеу керек. С8, С7 біз айтып болдық, жүре алмайды. D8 тошасына тұра алмайды. Және көршілес D7 тошасына қарайық. Бұл да қамалдың жолында тұр. Жолында. Демек, хан D7 тошасына да жүре алмайды. Сонымен, қара хан тек қана E7 тошасына және E8 тошасына жүре алады. Басқа сөзбен айтқанда, қара хан тақтаның шетіне немесе тақтаның орталығына жүре алады. Екі нұсқа жолын көріп шығайық. Бірінші нұсқа жолында қара хан тек қана тақтаның шетіне жүре берсін. Екінші нұсқа жолында тақтаның орталығына жүре берсін. Қара ханды жүргізейік. Хан E8.
Екінші қамалымызды Е1 торшасына әкелейік. check, Міне көріп тұрсыздар, қамалдың етік жолында қара хан тұр, яғни шах ету жағдайы бар. Қайда хан жүре алады? Көрейік, мында жүре алмайды, өйткені мынау екінші қамалдың бақылауындағы торшалар мында тұра алмайды, және Е7 торшасында тұра алмайды, өйткені ол да бұл қамалдың бақылауында. Келесі жүріс хан F8. Бізде қамалымызды мында әкелейік. check, Қайтадан қамалдың жолында хан тұр, яғни шах ету жағдайы бар. Қара хан мында жүре алмайды, мына қамал жүзінен. Мында да тұра алмайды, өйткені қамалдың тік жолында тұр. Келесі жүрісімізді істейік. Қара хан G8, мына қамалды G1-ге әкелейік. check, Қайтадан қамалдың тік жолында хан тұр, яғни шах ету жағдайы бар. Мында ол келе алмайды, мына қамал жүзінен. Мында да тұра алмайды, өйткені қамалдың жолында тұр мына торша. Мында да тұра алмайды. Келесі жүрісті істейік. Хан H8 тақтаның бұрышына келді. Бізде мына қамалды мында әкелейік. check, Көріп тұрсыз, қайтадан қамалдың жолында хан тұр, яғни шах ету жағдайы бар. H7 торшасында ол да тұра алмайды, өйткені қайтадан мына жолында тұр. Мына торша жағына қарап шықтық, мына қамал жүзінен. Міне көріп тұрсыз, Қараханда біз әбден қоршап алдық. Ақтар Қараханда әбден қоршап алды. Шахтан құтылысы жоқ жағдай. Шахтан құтылысы жоқ жағдайға шахматта мат дейді. Яғни ойын аяқталды. Ақтар ойынды ұтып алды, қаралар ұтылып қалды. Бүгінгі сабақтан бастап мат ету теориясын үйрене бастаймыз. Ақырғы мат болған жағдайда Қарахан тақтаның бұрышында тұр. Көршілес үш торшаға жүре алмай тұр, және бұрыштағы торшасында да тұра алмай тұр, шахтан құтыла алмай тұр. Яғни ханды тақтаның бұрышында мат ету үшін екі тас қана жетерлі болып, түгелі 4 торшаға шабуыл жасауымыз керек. Мұны есте сақтап қояйық. Екінші нұсқа жолына жүгінейік. Қайтадан бастапқы тікпеге оралайық. Мына жағдайда біз бұрыштағы қамалмен бастаймыз. Бұрыштағы қамалды D1 торшасына әкелейік. check, Міне көріп тұрсыз, қайтадан қамалдың жолында хан тұр, шах ету жағдайы бар. Екінші нұсқа жолында қара хан тақтаның орталығына жүре береді. Көрейік. Хан Е7, біз екінші қамалымызды әкелеміз. check, Көріп тұрсыз, қайтадан шах жағдайы бар. Хан қайда жүре алмайды? Көріп шығайық. Мына жолына жүре алмайды. Өйткені мына жерде қамал тұр. Мына тік жолында да тұра алмайды. Өйткені мына қамал тұр. Тек қана мына үш торшаға жүре алады. Екінші нұсқа жолында ол ханымыз тек қана тақтаның орталығына жүріп жатыр. Келесі жүрісімізді істейік. Хан F6, мына қамалды әкелейік. check, Қайтадан көріп тұрсыз, шах жағдайы бар. Мында жүре алмайды, мында да жүре алмайды, және F торшасында тұра алмайды. Жалғастырайық. check, Шах қайтадан мына торшаларына жүре алмайды, мында да жүре алмайды, және тұра алмайды. Жалғастырайық. Хан H4, қамал check, H1. Қайтадан қамалдың жолында хан тұр. Көргеніңіздей, мында жүре алмайды, H4 торшасына тұра алмайды. Мына көршілес үш торшаға да жүре алмайды, өйткені мында қамалдың әсері бар.
Көргеніңіздей шақтан құтыла алмайтын жағдай, шақтан құтылысы жоқ жағдайға мат дейміз. Яғни Қарахан мат болды, тақтаның шетінде мат болды. Тақтаның шетіндегі ханды мат ету үшін екі тас қана жетерлі болып, алты торшаға шабуыл жасау керек. Қамалдардың жүрістерін басынан бастап көріп шығайық. Бірінші нұсқа жолымызда қамал D2 жүрісі болған. Мінекей, жалғастырайық. Сосын check, мына жүріс болған. check, 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 Енді тақтаның орталығында Қараханды мат етейік. Шеттегі қамалды біз E2 торшасына алайық. Көріп тұрғыңыздай, ол етік жолында тұр. Қарахан қазір C8, C7 және E8, E7 торшаларына жүре алмай тұр. Тек қана мына торшалары бос. Қарахан жүрсін. Енді мына бұрыштағы қамалды біз мына D1 торшасына келейік. check, Шах. Енді көріп шығайық, Қарахан қайда жүре алады? C8, C7, C6 торшаны жүре алмайды, өйткені ол аққанның қасына жақындап қалады. Хандар бір-бірінің қасында тұра алмайды. D-тік жолында тұра алмайды. Өйткені мына жер шах етіп тұр оны. D1-дегі қамал. E-тік жолындағы E8, E7, E6 торшаларында да жүре алмайды. Өйткені мына жерде мына торшаларда E2-дегі қамал бақылап тұр. Көргеніңіздей шақтан құтылысы жоқ жағдайы бар тақтада, яғни мат жағдайы. Қарахан мат болды. Және қай торшада мат болды? Тақтаның орталығында. Тақтаның орталығында мат болды. Тақтаның орталығында Қараханды мат ету үшін 3 тас жетерлі, ең аз 3 тас жетерлі болып, 9 торшаға шабуыл жасауымыз керек. Санап шығайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тағы да басқа бір мат түрін көрейік. Тақтаның орталығында. Енді бұрыштағы қамалмен бастайық. Қамал E1. Көргеніңізде ол E8, E7 торшаларын бақылап тұр. Қаралар жүрсін. Қайтадан D7 торшасына. Мұнда жүре алмайды. Мұнда жүре алмайды. Тек қана мына 3 торшасы бос. Әзірше барлығы D-тік жолында тұр. Шеттегі қамалымызды D2 торшасына әкелейік. Мына торшаға. check, Енді көріп шығайық. Мұнда жүре алмайды. Мұнда жүре алмайды. Және D-тік жолындағы бүкіл торшаларында жүре алмайды да, тұра алмайды. Қайтадан біз көріп тұрмыз. 9 торша көріп тұрмыз. Шақтан құтылысы жоқ жағдай. Хан тақтаның орталығында тұр. Сабағымызда мат теориясының ең басты заңымен таныстық. Тақтаның бұрышында мат ету үшін 2 тас қажет етеді және 4 торшаға шабуыл жасауымыз керек. Тақтаның шетінде мат ету үшін 2 тас қажет етеді және 6 торшаға шабуыл жасауымыз керек. Және тақтаның орталығында мат ету үшін ең аз 3 тас қажет етеді. Және 9 торшаға шабуыл жасауымыз керек. Ең оңай мат ету тақтаның бұрышында, ең қиын мат ету тақтаның орталығында.
Тақтаның орталығындағы бір мат нұсқасына қайтадан оралайық. Мінекей. Хан Қамал Е2, хан Д7, check, Қамал Д1. Бұл екі жүрістік мат. Өйткені біз екі жүріс қана істедік. Қараңыз. Бір жүріс. Бір ақ жүріс. Ақтар бір жүріс деді, қараларда бір жүріс деді. Бұл бір жүріс есептеледі. Яғни бір жақтың жүрісі ол жартылай жүріс есептеледі. Бір толық жүріс дедік біз қазір. Және екінші жүрісте, екінші жүріс деп болғаннан кейін мат болды. Бұл бір екі жүрістік мат жағдайы. Бұл сіздің үй жұмысыңыз. Бұл да екі жүрістік мат. Бұл шахматтық мәселені шешу үшін бүкіл мәлімет бұл сабақта берілген. Сіздерге сәттілік тілеймін. Келесі сабағымызда шектеу және жәрдем әдісімен танысасыздар. Сау сәлеметті болыңыз.